Ассалаумағалейкум. Хабарландыру Түркістан облысы Түркістан қаласында мынау Ақбаян мейрамханасында 28 қазан күні 2020 жылы 6:30 7:30 кешкі. Сонда 18:30 19:30 шамасында Ақбаяннан ноутбук алып кеткен бір жігіт. Ноутбуктың ішінде мынау келіп отқан адамға өте маңызды құнды заттар бар. Ол семейный альбом, марқұм болған ата ағайындарының, туған туысқандарының альбомдары, және де мына өз тамадалықпен айналысатын соның жұмыстары бар. Соны қазір мына бейнесін қоса жолдаймыз. Егер танитын адам болатын болса, егер ноутбукты алатын болса, ешқандай арыз шағым болмайды. 200 мың теңге сыйақы бар. 200 мың теңге сыйақы бар. Мына байланыс телефонын жазып алыңыздар. 8705 686 7102. Есентұр мырза, хабарласыңыздар. Біреудің ноутбугі 200 мың теңге береді. Бұл ноутбукке бұл емес, ішіндегі құнды ата-аналарының, ағайын туыстарының архив суреттері бар, видео нелері бар. Және өз тамадалықпен айналысады, өздерінің шумақ өлеңдері бар екен. Сол үшін ғана алайын деп отыр. Егер осыны алып кеп беріп, жаңағыдай бір сіздерге жаман іс-әрекет жасайтын болса, бұл жігітке ұят менен болады. Мен сіздерге гарантпын. Сіздерді арманға, полицияға, басқаға жазбай, өздері мәмілеге келісіп, егер осы ноутбукты алған адам әкеп беретін болса, ноутбукты жаңағы ішіндегі мүліктерін құртпай 200 мың теңге береді. Немесе маған алып келіңіздер, мен сіздерге гарантпын, менің кеңсемді білесіздер, 200 мың теңге мен екі ортада екі жақты бітістіруге шүйіншісі ретінде алып берем. Рахмет. Назар аударыңыздар. Мынау жаңағы 28 қазан күні 2020 жылы 18:30 19:30 шамасында Ақбаяннан шығып, сол жердегі Зерде деген аптеканың алдынан өткен. Суретін көріп, егер өзі келмесе, танитын адамдар болса, осы пәленше деп нақты айтсаңыздар да сыйақы бар. Бірақ бірінші дәлелдеме. Анау танимын, өйтем, бүйтем, өтірік аккаунтпен бірдеңені хабарласудың керегі жоқ. Bir azamат шығады қашына, тойған адамның қара қолында сумкасы бар. Не қарай өтеді. 3000. Білмеймін ол. Танярдықты керек па? Осыны сумкасы бар ма еді оның? $700 338 32 38. Saat 8'den ücret gitti.